Ассаламу алейкум достар, қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш. Бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен расымен қалай ақша табуға болатынын көрсем, одан бөлек достар сіздерге қызықты кішігірім мини жарыс дайындап қойдым. Сол жақтан сіз қатысып тегін түрде әрине. Және де өздеріңіз Каспий голдтарыңызға 1000 теңге таба аласыздар. Ол жайлы ақпаратты қазір бейнероликтің ортасында немесе аяғында айтатын боламын. Сондықтан осы бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Осы бейнероликтің алдында сіздерге Хамстер комбат жайлы айтқан болатынбыз, және топ 7 телеграм боттардың барлығының жүріп өтетін боламыз деген болатынмын. И вот, келесі топ 2 бізде Bloomға келіп жеттік. Дәл қазіргі сәтте Bloomға кіру кеш емес па? Бұл жақтан біз табысты қалай табамыз, табысымызды қалай шығарамыз, ақшаны Каспий голдқа шығара аламыз ба, және де ең басты сұрақ бұл жерде листинг қашан болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Дәл қазіргі сәтте достар менде просмотр өте аз, рекомендация іліне алмай жатырмын, бірақ та поисковой запрос арқылы менде просмотрлар кішігірім болса да жиналып жатыр. Сіздердің үлестеріңіз керек осы каналдың дамуына, қазақтың контентінің дамуына. Ол үшін тек қана арнаға тіркеліп, және осы көріп отқан бейнероликқа лайк басып, кез келген комментария қалдырыңыз. Енді Bloom проектіне көшейік. Дәл қазір сәтте өздерінің официальный сайттары бар. Осы жақтан сіздер барлық жаңалықтарды көре аласыздар. Бірақ әрине мен сіздерге бұл бейнероликті өздеріңіз уақыттарыңызды үнемдеу үшін мен сіздерге ол жақта қазір сәтте главный нәрселерді айтып кететін боламын. Біріншіден, Binance биржаның өзінің жеке Binance Labs деген институты бар. Ол жақта осындай новый проектлерге инвестиция жасайтын бұл институт деп айтсақ та болады. И вот, олардың көздері осы Bloomға түскен, и осы Bloomға олар инвестиция жасап жатыр. Енді логически ойланақ, значит оларда ақша бар. Значит біз оларға активность көрсету керекпіз. Сол активность көрсеткен үшін олар бізге өздерінің монеталарын беретін болады, ал монеталар ол құнды болады, және де біз өзіміздің табысымызды алатын боламыз. Бұл бірінші фактор. Карта дорогасын шығарды. Что будет дальше? Орта жағына түссек, бұлар уже өзінің 2024-тің дорожный картасын бізге анық түрде көрсетіліп тұр. 2024-тің 3 кварталында не болатын бізге айтылып кеткен. Жалпы кварталды қалай бөлек десеңіз, бір жылда 12 ай бар. Ал бұл жақта 4 квартал болып бөлінеді. Получается, бір кварталымыз 3 айдан болып есептелінеді. Қазір второй кварталдан бұлар бастап кетті, өйткені бұл проекттің өзі второй кварталда ашылған болатын. Именно второй кварталда не болды десек, яғни дроп гейм, публичный запуск, балансы, кошельки с самохранением деп жазылып тұр. Свопа, лидерборда, дроп гейм уже бізде бар, публичный запуск уже, запуск болып қойды, адамдар ол жақтан уже дроп жасап жатыр, баланс бізде көрсетіліп тұрады, кошельки тоже ол жақта сақталып тұрады, яғни сіз жинап жатқан монетаңыз сол второй кварталда айтылған дүниелері бұл орындалды. Енді третий кварталда не болады 2024? Бұл август айында басталады. Яғни августтан сентябрьға дейін. Бұл жақта новый функция MPS кошелек ашылатын болады, Maps и запуск App Store және Google Play. Уже бұл жақта мобильный приложение өтетін болады. Басында өздерінің фундаменттарын құяды, и яғни мына жақта уже кірпіштерін қалайтын болады. Четвертый квартал сентябрьдан басталады декабрьға дейін, и бұл жақта достичь более широкой аудитории полнофункциональной веб-платформой. Яғни өздерінің уже веб-платформаларын ашатын болады. Енді нақты бас сұрақ, жалпы листинг қашан болады? Негізі обычно дорожный картада листинг туралы айтылатын болатын. Бұл жерде что-то жоқ. Енді сол сұрақтың жауабын іздейік. Часто задаваем вопросы постында, мынандай сұрақ бар. Зачем нам фармить Bloom Points? Позже их можно будет обменять на различные награды. Возможно, в будущем вы сможете получить что-то более интересное. Следите за обновлениями. Яғни достар, что-то интересное бұл әрине ақша. Бұл жақта ключевой сөз возможно деп тұр, мүмкін. Но бұлардың мақсаттары әрине бізге ақша беру және де өздеріне комьюнити жинау. Сондықтан бұл жерде біз міндетті түрде ақша алатын боламыз. Просто бұл жақта следите за обновлениями деп тұр. Яғни осы сайтты бақылап отырсаңыздар болады, немесе өздерінің телеграмдағы комьюнити арқылы қарап отырсаңыздар болады, немесе мен просто телеграмға арнама тіркеліп өтіңіздер, сол жақтан сіздер бақылап отыратын боласыздар. Жаңалық жағынан кесек, өзінің телеграм бот, яғни дроп геймдерді кішігірім обновлениялар болып отыр, неше түрлі там функциялар қосып сондай жасап жатыр. Именно қашан листинг болатынға бұл жақта айтылмаған вообще достар.
просто күтіңдер деп тұр. Все. Енді күтетін боламыз. Все-таки бұл жақта өздерінің перспектив жағынан біраз адамдар бұл жаққа кіріп жатыр. Медийный адамдарды кіріп жатыр. Соған қарағанда все-таки бір пайдасы болар. Енді келесі сұрақ, бұл жақтан біз қалай табыс табамыз? Ол үшін Telegram ботқа өтеміз. Telegram ботының сілтемесін менің Telegram каналымнан таба аласыздар. Өтесіздер, сілтемесін описание қалдырып кетемін. Одан кейін осы постты табу аласыздар. Ал бұл постты табу үшін просто закрепленное сообщение басасыздар и осы жерде бірінші болып тұрады. И Bloom дегенді батырман басасыздар и все, кіресіздер. Ең бірінші достар, сіздерге интерфейспен таныстырып өтейін. Но Bloom, яғни сіздер бастапқы мәзірде өзіңіздің никнеймді жазылып тұрады. Төмен жақта сіздің счетыңыз қанша сумма бар екен. Көбісі достар және көбісі ойлап жатыр, что қазір сәтте мысалы менде 29 542,861 монета бар деп. Жоқ достар, олай емес, назар аударыңыздар. Мына жерде өтір тұр, а мына жерде точка тұр. Это означает, что менде қазір сәтте 29 542 монета бар. Енді төмен жақта бізде дроп геймнің өзінің мини ойыны тұр, және де бізде фарминг батырмасы тұр. Айта кетейін, бұл жақта сіздер 3 жолмен осы монетаны жинай аласыздар. Бірінші жол ол фарминг арқылы. Яғни нақта жасыл батырма тұрады, сіздерді стартып, соны басасыздар, сіздерде 8 сағат сайын фарминг жүріп отыратын болады. 8 сағат біткеннен кейін обратный счетчик мына 10 жағында көрсетіліп тұр. Мысалы менде 6 сағат қалған екен, 37 минут. Бұл біткеннен кейін менде тоқталып қалады фарминг. Потом сіз кіресте оны получить деген басасыз, яғни фармингті, и қайтадан старт деген басасыздар. Сөйтіп 8 сағат сайын сіздер определенный бұл жақта бұл монетасын алып отыратын боласыз. Бұл бірінші жол. Екінші жол бұл жақта таск, яғни заданияларды орындай отырып сіздер БП монетасын ала аласыздар. Бұл жақта өздерінің социальный сеттеріне подписка жасаған үшін алуға болады. Мен бұл барлық заданияларды орындатсам болатын, просто сіздер бұл жақта басасыздар, басқаннан кейін мысалы Discord болса Discord лақтырады, сол жақта сіз ол жақта подписка жасау керексіз, обратно өтесіз, и мына сіздер клейм деген батырма тұрады, жасыл соны басасыздар, и все, сіздер мысалы определенный тоже 90, мысалы 150 поинтты алатын боласыздар. Енді үшінші монета жинау жолы бұл жерде бізде дроп гейм, яғни ойынды ойнау арқылы. Play дегенді басамын, и қараңыздар, сіздер осылай басып отыру керексіздер. Егер де телефон арқылы ойнасаңыздар, сіздер көбірек жинайтын боласыздар, яғни 2 саусақпен жұмыс жасайсыздар. Және достар, бұл жақтан назар салсаңыздар, бомбамен және заморозка бар. Қазір сіздерге көрсететін боламын, ол қандай екенін. Міне заморозка деген мынау, осылай сіз 3 секундта қатырып қойды, сіз осылай жинай аласыз. Плюс бомба бар, бұл бомбаны сіздер бас жүрсеңіздер, жиналған суммаңызды бәрі аннулять етіліп кетеді, сіз қайтадан бастан бастайтын боласыз, а уақыт алынбай қалады. Осы 3 жолмен сіздер монета жинайтын боласыздар, күнделікті 8 сағат сайын кіріп отырып, дроп геймді ойнай отырып, және заданияларды орындап тастасаңыз болды. Болашақта біз бұл жақтан табыс табатын боламыз. Одан бөлек достар, 4-ші монета табу жолы бар, ол реферальный программа арқылы. Яғни сіздер өздеріңіздің рефералдарыңыздан 10% табыс алатын боласыздар. Дәл қазір сәтте менің командамда, мысалы Мадияр деген даже менен көп табыс тауып жатыр. Бұл жақта 36 миллион монета жинап сапты. Мысалы 15 миллион, 14 миллион адамдар бұл жақта монетаны жақсы жинап активно жұмыс істеуде. Енді мынандай сұрақ, бұл жақта біз ақшаны қалай шығарамыз? Каспий Голдқа теңгені қалай шығарамыз, достар? Дәл қазір сәтте никак то же самое, бұл айтылатын сөз. Бұл жақтан біз ақшаны алатын боламыз. Ол қалай десеңіздер, просто бірінші қазір сәтте біз дроп болып жатқан нәрседе қатысып, фармингке қатысып, осылардың монетасын жинау керек біз. И бір определенный күні өздері листинг болады дейді. Сол листинг болған кезде біз осы монетаны ақшалаға ауыстыратын боламыз, USDT-ға. И сол кезде біз өзіміздің табысымызды алатын боламыз. Ал дәл қазіргі сәтте тек қана біздің мақсат фарминг жасау, ақшаны біз бұл жақтан біз шығара алмаймыз. Қарап тұрсаңдар, бұл әшейін ойын ретінде қабылдасаңыздар да болады. Ойын сияқты ойнайсыздар, бұл жақта просто кішігірім мотивация, что сіз осы ойын арқасында ақша табатын боласыз. Енді мынандай сұрақ, бұл жаққа қазір сәтте кіру кеш емес па? Жоқ достар. Өйткені бұл жақта біз фармингті әлі ұзақ ететін боламыз, өйткені өзінің квартал бойынша бөліп сентябрь айына дейін бізге примерно фарминг жасауға болады, поэтому әлі кеш емес, қазірде кірсеңіздер болады. Енді достар, бейнероликтің басында айтып кеткендей, 1000 теңгені біз қалай аламыз Каспий Голдқа? Сіздердің орталарында мини жарыс десек болады, яғни сіздер өздеріңіздің телефондарыңызда дроп гейм деген бар ғой, иә, Telegram ботта. Осыған кіресіздерде сіздер экраныңыздарыңызды запись жасап аласыздар да,
Бұл жақта жарыс бойынша кім көп монета жинай алады 30 секунд ішінде. Өздеріңіздің запистарыңызды, яғни бір 10 рет 20 рет ойнасаңыз да болады, соның мықты жасаған результатыңызды, видеоңызды мына чатқа салатын боласыздар. Чат ақша табу, біздің өзіміз жеке чатымыз бар, который елдер өз орталарында әңгімелесетін, сөйлесетін, ақша табу жолдарын айтатын. Что тоже чатқа тіркеліп кеттіңіздер. О жаққа видео запистарыңызды саласыздар. Сіздерге 15 күн беріледі бүгінгі датадан бастап, яғни 19 число күні мен қарайтын болам. Кім көп жинады, кім рекордты бұзды, сол адамға мен кәсіби лотынан 1000 теңге жіберетін болам. Яғни әділ түрде, шынайы түрде. Оған дейін де мен розыгрыш жасаған болатын. Оларда адамдар 30-тарын өзі алып жатыр. Мысалы, мына жақта бір адам 1000 теңге алған болатын, мына жерде бір адам 500 теңге алған болатын, комментарий жазған үшін. Бірақ та мен рандомны таратқанша осындай қызықты жарыстар өткізіп, соларға 30-қа ие болсын деген мақсаттар жасалып жатқан дүние. Бұл ойынға кіруге де сіздерге мен ойымша осындай конкурс арқылы сіздерге мотивация болады. Кіріп, өзіңізге көп монета жинасаңыз, менен бір бөлек ақша алатын боласыз, және де бір бөлек осы проекттен табыс табатын боласыздар. Назар салып көргендеріңізге рахмет достар. Келесі бейнероликті сіздерге тапсырып жайлы айтатын боламын. Өйткені дәл қазір сәтте неше түрлі обновление, неше түрлі жаңалықтар болып жатыр. Сондықтан осы бейнероликті өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен мен болған Апо, келесі көріскенше.